Сәлем достар, бүгін мен сіздермен сүзбе қосылған құймақ дайындайтын боламын. Яғни сүзбені қамырына қосатын боламын. Таңғы асқа кез келген жеміс тосабымен жақсы үйлеседі. Дәмі ерекше керемет болып шығады және оңай әрі тез дайындалады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құймақ үшін керек заттарын дайындап аламыз. Тұз бен қамыр қопсытқыш және жұмыртқа, сүт, қант, ұн, сұйық май және тұщы сүзбе керек болады. Бірінші сүзбені бос ыдысқа салып, үстіне қантты қосып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Сүзбені езіп болған соң үстіне жұмыртқаны салып, артынша сүтті құямыз. Венчикпен барлығын жақсылап араластырамыз. Міне жақсылап араластырып алдым. Енді оның үстіне ұнды жайлап саламыз. Тұз бен қамыр қопсытқышты саламыз. Шетінен араластырып тұрып ванилинді саламыз. Түйіршік қалдырмай біркелкі етіп араластыруымыз керек. Содан соң сұйық майды құйып, бәрін жақсылап араластырып, 10 минутқа тындырып қоя тұрамыз. Қамырымыз осылай қоймалжың болуы керек. Оған дейін табамызды пешке қойып қыздырып алып, астын басып қоямыз. Енді қамырымызды араластырып тұрып, бір ожаудан құйып пісіріп аламыз. Әр бетін қызарғанша осылай 1-2 секундтай пісіреміз. Осылай күрекшенің көмегімен екінші бетін аударуға болады. Пісіріп алып, шетінен ысымызға сала береміз. Сөйтіп жалғастыра береміз. Қолымызбен де осылай аударып алуға болады. Міне сүзбелі құймағымыз дайын болды. Осы бір дайындалған массадан 15-20 түйірдей құймақ шығады. Дәмі өте керемет болып шығады, ыстықтай желініп кетеді. Арасына қалауыңызша әртүрлі қып салмасын салуға болады. Осылай шиенің тосабымен жақсы үйлеседі. Осы ерекше сүзбе қосылған құймақты жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын. Ал достар, видео рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, бәріңізге сәттілік.